Әлемде әрбір үшінші адам ағзаға су жетіспегеннен зардап шегеді, бірақ олардың 3/2-сі бұл туралы білмейді. Қажетті мөлшерде су ішпеу небір дерттің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, адам сусыз 3 күннен артық өмір сүре алмайды. Егер су жетіспесе, адам ағзасы дабыл қаға бастайды. Адам ағзасында су жеткілікті мөлшерде болса, ми, жүрек, өкпе, бауыр, бүйрек қалыпты жұмыс істейді. Ал су жетіспесе, буын шеміршектері құрғап, сырқатқа келеді. Қан қысымы көтеріліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Мидың жұмысы мен есте сақтау қабілеті нашарлайды. Көптеген ауру түрлеріне шалдығу адам бойында судың жеткіліксіздігі салдарынан болады. Су тапшылығын қалай білуге болады? Су тапшылығын тексеру үшін қолыңыздың терісін шымшып көріңіз. Егер теріңіз бірден қалпына келмесе, ағзаңызға су жетіспейді деген сөз. Су жетіспеген кезде коллаген жұмысы баяулап, тері құрылымы өзгере бастайды. Су жеткіліксіз болса, жүйке импульстарының берілу тиімділігі баяулайды. Тиісінше, жүйке талшықтары құрғайды. Сондықтан есте сақтау қабілеті төмендейді. Шешім қабылдау жылдамдығы бәсеңдеп, ойлау қабілеті нашарлайды. Өзіміз мән бермейтін фотоаппаратымыз, яғни көзіміздің нашар көруіне алып келеді. Тәттіге құмарлығы артады. Салдарынан адам тез семіреді. Сілекейдің бөліну азаяды. Бактериялар көбейіп, жағымсыз иіс шыға бастайды. Атеросклероз ауруын тудырады және бүйректе тастың түзілуіне себеп болады. Инсульт пен инфаркт ауруын алып келеді. Асқазан ішек ауруларын тудырады. Есіңізде болсын, тамақтың құрамындағы су, алкогольді сулар, энергетиктер судың қатарына жатпайды және ағзаға керекті мөлшердегі судың орнын толтырмайды. Сондықтан да таза ауыз суды ішу әдетке айналдырғаныңыз жөн. Құрметті достар, сіздерге ақпарат пайдалы болған болса, арнаға жазып лайк басып пікір қалдырыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын.